Қайырлы күн қыздар, қалайсыздар? Менде мынау дейтін құйрық майы, қойдың құйрық майы. Бұл ешқандай да тұздалмаған, кәдімгі свежий аппақ құйрық майы. Бұны мен алып, уақтап, осылай турап, банкеге салып, духовканың астына салатын боламын. Бұндай майды қыздар емге пайдаланатын болсаңыздар, баланың жөтеліне, кеудесіне жағуға майды никогда ешқашанда шыжғырмаңдар табаға. Себебі ол шыжғырылғаннан кейін бойындағы емдік қасиеттерін бәрін жоғалтады. Сондықтан осылай майды духовканың астына жайлап несін көбейтпей, отқа емес қыздар, кәдімгі духовка бар ғой, не пісіретін, пісіреміз ғой астына пирог, торт, булочка деген сияқты, сондай пісіретін духовканың астына қойыңыздар. 100-120, 150-ге дейін қойсаңыздар, ол момент ериді. Бір жарты сағатқа жетпейтін уақыттың ішінде бұл кәдімгідей еріп кетеді. Дым қалмай еріп кетеді, шыжғырылып. Өзінен өзі баяу отта шығырылады. Кәдімгідей андай табаға ертіп, оның майын бөлек құйып алып, сүзіп, олай керек емес қыздар. Біріншіден ол жерде, қалай деп айтсам, бойындағы қасиетін жоғалтады, екіншіден оны сүзіп жату керек. Мынада өзі дым қалмай кәдімгі жоқ болып еріп кетеді. Сіздерге де соны советую, соны ұсынамын, сол әдісті жасауға. Содан кейін бұны кәдімгі балаларыңызға күнде таңертең аш қарында бір шай қасықпен, бір чайный ложка дейді ғой, сондаймен кәдімгідей қорықпай смело бере беріңіздер. Бұл ешқандай да зияны жоқ, бұл жүрекке тимейді. Бұның тек қана пайдасы балалардың бойындағына қақырықты түсіреді, жөтелдік кетіреді, көп көмегі бар. Жалпы біздің миымыз 80-90% майдан тұрғандықтан, ол малды майы ешқандай да зиян емес. Бұл мен өзім балаларыма осыны қолданам. Ешқандай сироп, аптекадан ешқандай сатып алып бермеймін. Осыны жайлап қойып, ерігеннен кейін барып, балаларыма күнде таңертең жылылай аш қарынға бір шай қасықтан беремін. Олар енді Аллахтың қалауымен осылай жөтелдерін сонымен тиіп, сонымен басып жүрмін. Міне осылай мен қазір бір банкасын турап болдым. Қазір менде тағы да мынандай кішкене кусок қалды. Осылардың бәрін тураймын да, тағы да бір банкеге, болмаса бәрін үлкен бір банкеге ауыстырып, осылай духовканың астына салып қоятын боламын қыздар. Сол әбден кергеннен кейін уже пайдалана беруге болады. Соны да сіздерге ұсынамын қыздар. Ем болсын, баршамыздың балаларымыз ауырмасын.